Қайырлы күн, Бала Еркем YouTube арнасына қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлнар. Бүгін мен өз каналымда сұрақ-жауап айдарын ұйымдастырғым келіп тұр. Яғни дайын сұрақтар болады. Бұл телефонға жазып алған сол сұрақтарды оқып, соған жауап беріп отырамын. Егер де сіз мысалы осы сұрақтарды өзіңіздің сүйікті тоқымашы қыздарыңыз болса, тоқымашыларыңыз болса, соларға осы видеоны жіберіп, осы сұрақтарға жауап беруді сұрасаңыздар болады. Маған өте ыңғайлы болатын еді. Олай болса, тегті бастайық. Тегті бастау үшін өздеріңіз бұл бір жарты сағат көлемінде болатын шығар. Егер тоқитын болсаңыз, қолыңызға тоқымаңызды алып алыңыз. Менің қолым кадрда болады. Видеоны қарамай, тек тыңдап отырсаңыз болады. Сусындар, шай, кофе, су алып алыңыз. Және менімен бірге уақытты жақсы өткізесіз деген сенімдемін. Олай болса, бастайық. Мен кадрда повязка тоқитын боламын. Бұл повязканы тоқудың мастер-классы каналымда болады. Енін бастадым, және ұзындығы белгілі бір уақытқа дейін қамтылу қажет. Сондықтан мен сол уақытты текке өткізбей, сұрақ-жауап ұйымдастырып жатырмын. Олай болса, бастайық. Бірінші сұрақ. Тоқымамен қанша уақыттан бері айналысасыз, қайдан үйрендіңіз дейді. Тоқымамен мен негізі мектеп кезінде, жалпы үйде жүргенде мамам носкилер тоқитын еді. Яғни ол кезде анау қойдың жүнінен тоқиды ғой, кәдімгідей жүнді қырқып, оны иіріп, жуып, иіріп, жаңа басында түтеді, сонда жүн түтісуге көмектесетін мамама. Мен сестраларым болды барлығымыз. Содан кейін түтігеннен кейін ол жүнді жуып болған жуады, қайтадан кептіреді, сосын ұршық болатын, кәдімгі қолдың ұршығы. Сол ұршыққа иіретін, сөйтіп иіріп, оны қайтадан жуатын, иіріп болғаннан кейін. Содан кейін қайтадан жуып алғаннан кейін, анандай орындықтардың арқасына орап қояды былай. Жуып болған жіпті жаңағыдай шатысып кетпеу үшін, шатысып кетпей жақсылап кебу үшін сөйтіп орап қоятын болатын. Сол орап қояды, одан кейін ол кебеді, далаға күнге шығарып кептіреді. Ол кепкеннен кейін осындай кәдімгі дөңгелек клубоктарға орайтынбыз. Мамам орайтын, біз қасында көмектесетінбіз. Сол кезде сондай жұмыстар маған негізі ұнайтын. Бірақ ол кезде мен тоқып көрмеппін. Шамамен енді бір 3-4 класстар мекен, сондай сынып кезінде болған. Тоқып көрмедім. Одан кейін бір кездерде мамам носки тоқып атқан кездерде қасына отырып, жаңағыдай резинкасы болады ғой басындағы. Соны тоқуға сәл-сәл тырысып көретімін. Бірақ кейде қатты тоқып жіберемін, кейде бос тоқып қоямын, сөйтіп бір ыңғайым келмейтін. Ол кезде анау велосипедтің ши дейді ғой, қалай айтады екен? Велосипедтің андай дөңгелектердің ішіндегі болады ғой, андай спицилар тоже. Соларды кесіп, немесе жаңағы тіпті алюминийлардан, үлкен, жуан, қалың солардың ұшын былай қатты қолды царапать етпеу үшін бір нелермен, қалай айтады, пышақты өткірлейтін деп айтатын еді. Сонымен былай өткірлеп, сәл-сәл қолды мынандай кеспеу үшін осылай жасайтын еді. Папамдар жасап беретін, папам. Сөйтіп, сондайлармен біз жасап, содан жай үйреніп бастадым. Бірақ ол кезде де мен бір қатты ұнады деп айта алмаймын. Қолымды қатты ауыртып, басында білесіздер ғой, тоқыманы енді бастаған адамдарға бұл өте ыңғайсыз. Қолдарың ауырады, мына жерлерін прям мышцаларын ауырады, жаңағы бұлшық еттер. Сөйтіп, қатты ұстап алатынмын. Сөйтіп, қатты ұстап алғаннан кейін сол ыңғайсыздық тудыратын кішкене. Сөйтіп, қатты бір ұнады деп айта алмаймын. Бірақ сол кезде мен бізді үйрендім. Сәл-сәл үйрендім. Сөйтіп, мынандай туда-обратно жаңағыдай, мынандай кішкентай кусокты былай тоқып жүрдім. Бірақ ол кезде сіздер білесіздер, бір дайын, бір жіп болған жоқ. Ол кезде деп отырғаным мен бір 4-ші класстар екен. Мен 94-ші жылғамын, яғни 4-ші класс кезімде, сол кездерде болатын. Біз ауылда тұрдық, ол жерде бір керемет дүкенге бір жіпті келмейтін, ондай қатты көрмеппін енді өз басым. Сондықтан ол кездерде свитерларды сөгіп, кәдімгі
алдын артын жаңағыдай сөгіп, ол еще үзік болады ғой, машина вязканың свитерлары по-любому үзік болады ғой. Сөйтіп сол үзік свитерлармен бірге оған оны қосып орап, байлап орап, әйтеуір бірдеме қылып жіптер жасап, содан тоқитын едік. Енді ондай әрине бір керемет рахат сезім бермейді ғой. Сондықтан да болар ары қарай жалғастырмадым. Одан кейін мен 8-ші сыныптан бастап аудандық мектепке ауыстым. Ол жерде интернат болды, интернатта, яғни сол жерде жатасың, интернатта тұрасың, сөйтіп жаңа мектебіне барып оқисың. Мен негізі мына жерде менің трос қатты тарсылдап жатыр, сондықтан ана блокнотты қойып қояйыншы, мына жерге. Кадрға қатты қойып қояйын, сонда тарсылдамайды. Сөйтіп интернатта тұрып жүрдім, оқып жүрдім. Бізде интернатта Самиға Қадыровна деген тәрбиеші болды. Қазақ мектеп интернатында сондай өте жақсы, күшті тәрбиешіміз болды. Ол тәрбиеші өзі жұмысын өте керемет жасағаннан бөлек тоқитын еді. Яғни өзі жаңағы суббота, воскресенье күндері бізде интернатта ата-аналар балаларын алып кетеді, алыстағылар, жақындағыларды алып кетеді, жаңа көбінде алыстағылар қалатын едік та. Сөйтіп, бір интернаттың балаларының 3-тен 1-і сөйтіп қалатын еді. Сонда тыныштап, кішкене қол босаған кездерде өстіп, жаңағы тоқымасын тоқып отыратын. Бізге қарап, жаңағы балаларға қарап, сөйтіп, ары қарай тоқымасын тоқып отыратын еді. Маған өте қатты ұнайтын. Ол кісі кәдімгідей осындай спицамен де тоқитын, крючокпен де тоқитын. Білмеймін, мен көз алдымда сондай өте бір приятный моменттер қалған. Сөйтіп, қатты крючок тоқуға, жаңағы осындай тоқуға қызықтым, бірақ мен енді есімде қалды ғой. Осындай спицамен тоққан маған қатты ұнамағаны. Сөйтіп, крючокты көрейін дедім. Ол кезде мен оған дейін ілмек бізбен тоқып көрмегем. Бізде ауылда мамам жаңағыдай сүйектен жасалған ілмек бізбен тоқитын. Сүйектен жасалған ілмек біздер бар еді, ол кезде магазинде крючоктарды өте сатылмайды. Сосын сүйектен ілмек біз жасалып алады, содан тоқитын. Ол жуан да, ыңғайсыз шыққан заттар кішкене жуан болып шығады. Мен сол кезде сол кісіден жіңішке крючок көрдім. Кәдімгі темір жіңішке крючок көрдім. Маған қатты ұнап қалды. Сосын бізде сол қалай сатып алған есімде жоқ крючокты. Сол жақтан бір жерден сатып алдым ау деймін. Или сол кісіден ала тұрдым, есімде жоқ. Әйтеуір крючокпен жайлап тоқып бастадым. Сол кезде бір қызығы бізде еңбек пәнінен де сондай крючок үйреніп бастадық. Крючоктан бірдеңелер тоқып деген сияқты. Содан кейін мен сол екі момент қатар келгендіктен сол сатып алдым ау деймін крючокты. Сол кезде уже болды ау деймін. Сол районный центрда оқыдым ғой, сол кезде болды ау деймін. Сол жерге барып крючок сатып алдым. Сатып алдым. Сөйтіп, бір жай жіп сатып алған болармын, бір қара жіп болған есімде. Қалай сатып алдым есімде жоқ. Сатып алдым ба, әлде бір затты сөгіп, жаңағыдай тарқатып, содан алдым ба, есімде жоқ нағыз. Бірақ әйтеуір акрил болар, енді қатты бір сапалы деп айта алмаймын. Содан мен жилетка тоқиын дедім. Мектепте ақ-рубашкадан сыртынан киетін жилетка деп. Сразу сондайға көшкем ғой мен деген бірден. Сөйтіп, ол деген анандай бастан аяқ тоқылатын емес. Мынандай полоскалар болады. Бұлай ракушка сияқты узор бар ғой, ракушка біреу бұлай тұрады, біреу бұлай тұрады, біреу бұлай тұрады. Сол ракушка узорлардан қосып жилеттің несін, мастеркасы сияқты описаниясын тауып алдым, бір журналдан тауып алдым. Сол тәтеден, Самиға Қадыровнадан, апайдан алдым ау деймін. Өте күшті тәрбиеші болған сол кісі. Сөйтіп сол кісіден алдым ба, есімде жоқ, әйтеуір таптым бірдеме қылып. Ол енді 8-ші класста, 8-ші класста бармын ғой енді. Сөйтіп барып, оны қызығып, сөйтіп бірдеме тоқыдым енді. Анау өте андай болды. Енді бірінші сондай мүлдем күрделі. Кешірім сұрайын, бұл жерде, ана жерде кішкентай бөпем жатыр. 5 айлық бөпем жатыр, сол шулатыр. Бірден ауыр жұмысқа кірісіп кеткеннен кейін ол кішкене қиындау болды маған. Бірақ енді сөйтіп ақырында жасаған есімде. Бұл енді бірінші сұрақ, көп тоқталып жатырмын мен. Барлығын баса кетіп ғой. Мына жерде екінші сұрақ бар екен. Тоқуға деген қызығушылығыңыз қашан басталды деген. Осы жерден айта берейін осы теманы. Сөйтіп тоқуға деген нағыз қызығушылығым сол 8-ші класста негізі басталып, содан кейін сол 8-ші класста аяқталған.
Одан кейін мен аяғым ауыр кезде өзім қызығып бастадым. Ол 2017 жылдың күзі. Жаңағы бір мысалы 8-ші класстан там 2008 ол кез 2008-ден там қазіргі уақытқа дейін деген нәрсе жоқ. 2008-де басталды қызығушылығым, 2008-де аяқталды, 2009-да может аяқталды, одан кейін уже 2017 жылы басталды. Сөйтіп сол кезде мен сол жилетті аяғына дейін бітірдім, киіп жүрдім мектепке, бірдеме қылып жалғастырып, кейбір жерлерін өзім істеп, сөйтіп жасадым. Бұлай жақсы жилет болып шықты негізінде. Енді болады. Handmade болды ғой, нағыз. Handmade екені көрініп тұратын. Но ничего, сол кезде самооценкам да енді былай жақсы болған сияқты ғой, соны киіп жүретінмін арасында. Өте әдемі болатын, білмеймін өзіме сол кезде қарағанда. Кейбір жерлерін сол Самиға Қадыровна көмектесті, сөйтіп жасап бітірген болатынмын. Одан кейін енді сабақтарымыз басталды. Енді ол кезде бір 9-ші класстарда, 10-ші класстарда бір тоқыма деп отырмайсың ғой, енді білмеймін, басқа да өмірім интересный болып кетті ма, сабақтарым көп болды ма, әйтеуір тоқыма сөйтіп қалып қойды, тоқу туралы ұмытып та кеттім да. Сөйтіп университет болды, ол кезде де ұмытып жүрдім. Ал енді 2017 жылы тұрмыс құрып, үйде отырған кезде, аяғым ауыр кезде, есімде бір күз айы болатын. Сентябрьдің соңы, октябрь ма екен? Жоқ, сентябрьдің соңы точно. Біз анау Евразия сауда орталығы жақта тұратынбыз. Сол кезде маған өзім үйде отырмыз, осылай кеш, екеуміз. Сосын күйеуім бір олимпиада ма бірдеме болып жатыр, әйтеуір анау күрестен ба, есімде жоқ. Соған басымен кіріп кеткен, внимание жоқ. Сосын енді беременный кезде білесіз ғой, гармон ойнайды, ішім пыса бастады. Сосын не істеймін деп токсикоз болып жүргем ол кезде. Жай токсикозым жіберіп, есімді жия бастағанда, ақырындап сәл көзім ашыла бастаған кезде тоқу есіме түсті ғой. Бөпе пайда болады. Ол кезде ол қыз екен білмеймін. Бірдеме тоқишы деп. Жоқ, бөпе пайда болмас бұрын мен айтам ғой, күз келді ма, мен шапка тоқып кием деймін ғой. Сосын сатып ала салуға да болады ғой, бірақ андай тоқығым келді, момент өзімді занять еткім келді үйде, ішім пыспас үшін. Сөйтіп Евразия сауда үйі жақын ғой, енді қарап тұр өзімізге. Сөйтіп шығам да өзім жалғыз барып, ол кезде андай цокольный этаж дейді ғой, сол жерде жіптер сататын. Содан барам да, короче, состав, анау маңызды емес қой. Тысы ұнады ма, короче, бір бордовый, бір темный бордовый тыс таңдап аламын ғой, бір моток алам. Сол турецкий Ализа болу керек. Даже акриловый ма екен, білмеймін, есімде жоқ. Соны алам да, бізді ауылды ұмытып кетемін ғой. Сосын қарайым, ол жерде бір керемет біздер көрмеймін. Сосын жүрем да, сол Евразия жақта тағы бір жерде машина, швейный машина сататын жерлерде біз сатып тұр екен. Сол жерден, помню, алғашқы гамманы алам. Гамма спицы алам. Мен негізі қазірде де енді бір керемет тоқымашым деп ойламаймын, но біраз заттарым болса да осындай обычный тростарға тоқиып, бір қымбат спицы әлі алып көрмеппін. Сол кезде гамма не алам? Носочный сияқты, бірақ ұзын болады ғой. Басында мынандай ұстап тұратыны бар. Мынандай круговой емес, имеется в виду, ұзын, кәдімгі спицы, ұзын. Сондай алам ғой. Сөйтіп соны алам да, сонымен шапка тоқып бастаймын. Мастер-класста болам, ютубтан ақтарып, содан бірдеме қылып тоқимын. Ол кезде расчет жасау білмеймін, жаңағы толщина нити дегенді, жаңағы жіптің қалыңдығы, жұқалығы деген нәрсе не интересует, в общем, сөйтіп одан шапка тоқимын. Шапкам деген менің екі басым сиятындай болып шығады ғой. Үлкен, қалың болып шығады. Сөйтіп қалады ол жерде. Мен что-то ары қарай тоқуға жылайым қашып кетеді. Тарқатып тастадым ғой деймін соны. Сөйтіп сосын қалады ол. Сөйтіп жүрем, содан кейін тағы бір кезде тоқуға интересім пайда бола бастайды. Біраз заттар болады, стрессовый ситуациялар, қазір айтқым келіп тұрған жоқ, енді көптеген нәрселер болады. Босануға бір ай қалғанда ма, мен тоже бір қызыға бастаймын тоқуға. Кішкене өзімді алдандыру үшін, ойымды алдандыру үшін деген сияқты. Сөйтіп үйдің жанында тағы бір жіп алып келем, ол кезде уже басқа жерде тұрамыз. Сөйтіп жіп сататын магазинге барам. Қасымызда 2 жіп сататын магазин болды. Астанада тұратындар білетін болсаңыздар, Победа жақта бар ғой, шкатулочка деген магазин бар, сосын Микс пряжа деген бір магазин бар. Сол жерге барам да жіп алам. 2 жіп алам ғой. Ақшыл, ол кезде уже ұл екенін білеміз біз. Ұл босанатынды білем. Марттың соңы болар, мен апрельдің ортасында босандым. Сөйтіп жіп алам да барып пинетка тоқимын ғой. Пинетка. Ол пинеткам кәдімгідей бар ғой енді.
трактор болып шығады ғой. Қазір күлеміз, сол есімде. Соңғы уақытқа дейін сақтап жүретінмін, ана сол телефоныма ауысқанда, алдыңғы телефоныма ауысқан кезде сонда қалды да, сөйтіп ұмытылып жоғалып кетті. Трактор сияқты болып шығады ғой, анау деген нереально. Төрт бұрыш, формасы жоқ. Еще оны двухцветный қылып тоқыған ғой. Біреуі морской цвет болды, біреуі голубой цвет болды. Одан қалған жіпті қоймай, одан жилетка тоқимын ғой. Жилетка мен нормально шықты енді. Андай капюшоны бар, сондай жилетка болды. Ол вот әдем шықты. Сөйтіп алғашқы жұмыстарым сондай болған. Негізгі сол 2017-ден бастап үзбей деп айта алмаймын, енді периодтар болды үзілген, но примерно сол кезден бастап жайлап арасында тоқимын. Көбінде жазда тоқымай кетем, күзде бастайтын, аппетитім басталады, жайлап тоқу солай. Балалар кішкентай кезде тоқитын едім, сол енді анау жүріп сыртқа шығару керек болған кездерде сәл уақытым болмай кетеді. Бірақ енді арасында сол 2017-ден бастап почти үзбей тоқып жатырмын. Енді үзбей болғанда периодтармен, то есть периодами, да, былай тоқыма всегда қасымда. Так, үшінші сұрақ. Сіздің хоббиіңіз немесе табыс көзіңіз неліктен осы тоқыма болды дейді. Мен енді қатты табыс көзі деп айта алмаймын. Тоқыма қазірше енді хобби болып тұр еді, мысалы, неге дейді. Мен негізі былай сурет те салып көрген адаммын, жаңағыдай қандай хобби, тігін машинасын алып тігіп көрдім. Бірақ тігін машинасы негізі бытовойда адамға өте қажет. Қазір өзінде бар, мен ара-тұра пайдаланып тұрам, керек нәрсе. Бірақ түсінгенім, ол кішкентай балалар болған кезде тігін машинасын осылай қойып күнде бірдеңе тігем деген өтірік нәрсе, өйткені ол пространство алады. Ол жерінде инелерін, бірдеңелерін, шнурларын тартады балалар мысалы. Сондықтан маған ыңғайсыз болды. Негізі мен басында тігіммен увлекация етіп, ұлыма жаңағыдай басында роддомнан шығаратын көрпеше тігіп, үйге постельдер тігіп, сөйтіп тігіп жүргенмін. Негізі бытовой жаңағы машина, ол по идее керек. Любой үйде болу керек деп ойлаймын, енді арасында керек болып қалады ғой. Ол менде тұр, бірақ мен оны бір хобби ретінде бір қызығып тігіп атқан жоқпын. Неге? Өйткені жаңағы айтқандай, ол бір жерде қақиып тұру керек. Оны алып, қайтадан салып жүру, ол деген тіккен кезде пространство постоянно қажет етеді. Кәдімгідей аумақ қажет қой тігу үшін. Маған енді солай болып көрінді. Сөйтіп тоқымаға тоқталдым. Тоқымада мысалы шағында осылай отырасында жинап бір сүмкіге бір жерге қоя саласың, болды, тұрады, ешкім тиіспейді. Мысалы бір пакетке салып қоя салуға болады, ыңғайлы деген сияқты. Сосын тоққан киімдерді киюге болады. Енді тіккен киімдерді киесің ғой, жалпы деймін, өте ыңғайлы. Сол жағы ұнайды. Сосын түстерге қарап, жаңа ұстап көру, ощупь, жаңа магазинге барып жіп алу деген сияқты нәрселердің барлығы маған ұнайды. Төртінші, жаңа тоқыма сізге несімен ұнайды? Мен өзімнің сұрақтарымды опережать етіп отырмын ғой. Жаңа айтқандай, түстер күшті, қанық, ұстап көріп, жаңа магазиндерге барып жіп қарау, одан кейін тоққан заттарымды өзің киіп көру. Басында тоққан кезде мен көп сыйлайтынмын, сол адамдарға сыйлау деген сияқты заттар. Өзің үйрену, жаңа зат үйрену, ютубтан қарап, соны істеп көргеннен кейін бір самооценкаң күшті көтеріліп, енді сосын настроениең көтеріледі, жаңа ешқандай внимание біреуден күтіп отырмайсың, өзің вниманиен жасап, өзіңе приятно жасайсың деген сияқты. Көп сондай бір плюстар бар. Сол үшін де маған тоқыма ұнады, басқа хоббидан қарағанда. Тоқыманың ұнамайтын жағы бар ма дейді. Я тоқыманың ұнамайтын жағы қандай болуы мүмкін? Так, ұнамайтын жағы ма? Мүмкін арқа, я? Егер көп отырып тоқитын болсаңыз, сәл арқаңыз ауыру мүмкін. Бірақ менде бір отырып алып тұрмай тоқитындай жағдай жоқ, өйткені үш бала бар, үш бала болмағай, екі бала болған кезде де тамағын беру керек, киіндіресің, жондырасың, сыртқа шығарасың, үй жинайсың, ұйықтатасың деген сияқты. Сондықтан менде әрқашанда бұлай прям отырып, прям запоймен тоқитындай ешқандай уақыт болмайды. Сондықтан, енді көзге келетін болсақ, кешке қараңғы уақытта тоқымауға тырысам. Тоқсам да жарық свет қосып қойып тоқуға тырысам, әйтпесе негізі көз отырады по идее. Сол екі минусы шығар. Бесінші сұрақ, тоқыманың, айттым, я. Алтыншы сұрақ, сіз мүлде тоқымайтын зат, киім, ойыншық, аксессуар не тоқымайсыз дейді, я? Яғни жалпы тоқымаймын, осыны вообще тоқымаймын дейтін дейді. Мен енді ондай прям осыны тоқымаймын дейтін пока білмеймін. Бірақ мен негізі вообще көп зат әлі тоқып көрген жоқпын. Мен енді бастап кетқанда мұнда әртүрлі заттар тоқып. Мысалы, мен сумке тоқып көрдім, аксессуар тоқып көрдім,
яғни ойыншық та. Сумка аксессуар ғой енді. Сумка, ойыншық тоқып көрдім, киім тоқып көрдім, балаға, үлкендерге тоқып көрдім, носки тоқып көрдім. Тағы не бар? Сондай заттар тоқып көрдім. Былай тоқымаймын ба мүлде деген білмеймін. Қазір енді купальник барлығын тоқи береді ғой. Кейбір моменттер тоже ұнайды, бірақ енді дәл соны пока может мен тоқымайтын шығармын енді. Бірақ точно айта алмаймын, осын тоқымаймын деп, мысалы, оны точно білмеймін мен, мысалы. Так, келесі сұрақ. 7-ші сұрақ. Ең сүйікті тоқыған бұйымыңыз? Киім, сөмке, ойыншық, соған байланысты. Мен ең сүйікті тоқыған киімім әзірге осы түсте тоқыған, осы жіппен тоқыған свитер бар. Даниялық бір мастер-класты алып, содан тоқыған. Өте әдемі, маған ұнады сол. Маған жарасады, бір сондай ашық, осындай күшті цвет. Сол ұнады маған. Сол әзірше сол тоқыған заттарымнан бір любимый болған сол. Сосын жазда бір шағын сумке болған, мен аяғым ауыр кезде поликлиникаларға барып жүргенде, обменный карта бар ғой, соны салатын шағын ғана тоже тоқығам. Трикотажный, не деп айтады, шнур, сондай шнурдан бірінші рет тоқып көрдім. Сол ұнады маған негізі тоже. Былай барлығы ұнайды ғой енді, но примерно сол. Сосын мен Ксения Сташкинаның мастер-класстарымен комбинезондар тоқып жүрдім ғой, инстаграмда бар. bal.erke мен инста парақшам, кіріп көрсеңіздер болады. Сол жердегі нелер комбинезондар да ұнайды маған негізі. Өте әдемі, сүйкімді шыққан, аккуратно. Солар жалпы ұнайды маған. Мен негізі ұнамаса, оны шығармаймын инстаграмға. Егер тоқып шығарған болсам, примерно ұнады деген сөз. Енді ол, конечно, жыл өткен сайын сапасы артады, жаңағы тоқу техникасы жақсарады, но енді в основном сол моментте маған барлығы ұнаған. Келесі сұрақ, 8-ші. Сүйікті жібіңіз бар ма дейді. Мен сүйікті жібім деп нақты айта алмаймын, өйткені мен барлығын көрген жоқпын әлі. Мен әлі өте қарапайым, мен көрген Ализе, түрлі пуфи болсын. Жаңағы ұнайтын заттарыңыз деген пуфидан, Ализе пуфидан плед тоқығам, сол ұнайды. Сол. Сүйікті жіпке келетін болсақ, мен негізі Ализедің жаңағы пуфи, Lana Gold Classic, Supermax жаңағы Superlana Classic, сосын анау 100/100 қалады. 100/100 болатын метражы. Сондайлар ғана көргем да, ондай бір қатты, бір керемет жүк көріп тастаған жоқпын, чтоб сравнить ететіндей. Сосын жаңағы енді более-менее андай моточный емес, қандай пряжалардан, сау бол балам. Жаңағы супер джилинг көріп жатырмын, мына қолымдағы супер джилинг. Сосын тағы бір смесовка көргем. Меринос көрдім, бұрын мериносқа тоқығам, кардигандарым болды. Олар күшті тоже. Сол негізі в основном сол мен составтарды айтсам, егер прям наименование емес, состав айтсам, онда меринос. Меринос бір какой-то бір смесовка болса, тіпті жақсы. Так, ойбай. Үздім да тастадым мен не болса да. Сол чистый шерсть, чистый хлопок дегендер қатты ұнай қоймайтын сияқты маған негізінде. Меринос пен смесовка болса, сол более-менее ұнайды. Абай прям несі жаңа фирмасы деп айтатындай, мен әзірше көрген жоқпын ондай қатты түрлерін, чтоб салыстырып айта қоятындай. Енді алдағы уақытта көретін шығармын бұйыртса. Так, 9-ші сұрақ. Сіз тоқымаға жұмсай алатын ақша мөлшері қанша максимально? Так, мен қазіргі моментте егер өзім үшін тоқсам, бір алғанда кетті бір 15 мыңға дейінгі ақшаны жұмсай аламын. Максимум. Әлі 15 мыңға жұмсап көрген жоқпын, 12 мың, 13 мың сөйтіп жұмсап көрдім. Бірақ енді 15 мыңға дейінгі деп ойлаймын қазірдің өзінде бір изделияға. Бірақ бір изделияға деп осыны алдым, мен 12 мың, 13 мыңға алдым, бірақ бұл енді әлі қалған, көрдіңіз ғой. Бұл осындай пряжа болса, кішкене экономный болады екен. Бұның сапасы да жақсы, түсі де жақсы, и расходы да жақсы, сондықтан мен қазір қатты айта алмаймын, но примерно 12, 13, 14, 15 мыңға дейін максимум әзірше жұмсай аламын. Одан көп бір сразу алғанда бір покупкадан сонша алып тастаймын деп айта алмаймын. Мен бір покупкадан әзірше 15 мыңнан аса алып көрген жоқпын. Мен көремін инстаграмда қыздар күшті заказдар жасап жатады, но мен әзір жасап көрген жоқпын. И не только жіпті, а мынандай спицалардың өзін мен негізіп әзірше қарапайым нелерден ғана қолданам. Қарапайым аксессуарлар ғой енді бұл. Сол
әзірше обычный. Там 800 теңгелік, сондай 1000 теңгелік, ары кетсе сондайларды ғана қолданып жүрмін. Бұйыртса әлі де Ади дегендер бар ғой енді. Сондайларды көргім келеді. Knit Pro деген сияқты соларды көргім келеді болашақта, бірақ әзірше бастамадым. Мына жібім үзіліп кетті. Мен 5 қабатта тоқып жатырмын. Сондықтан бүйтіп ақырындап қосып жібереміз, бұны ештеңе етпейді. Келесі сұрақ, сіздің жақындарыңыз, айналаңыздағылардың тоқымаға көзқарасы қандай? Мен жақындарым, енді дәл семьяға байланысты айтатын болсақ, күйеуім, тоқымаға көзқарасы өте жақсы. Ол маған керісінше осындай хоббиім болған жақсы деп айтады. Жіптерім болса әкеп береді, арасында шығып, мен заказ беріп қойсам, ол әкеп береді деген сияқты. YouTube ашқан кезде де YouTube аш, видео сал, қолынан келеді деп көмектесіп тұрады. Басқа жақындарым балалар, енді балалар да мен оған қатты мешать етпеймін ешкімге. Олардың бірінші тірлігін істеп алғаннан кейін өзім тоқып отырамын. Так, саған кім бар енді айналадағы, ой, бісмілләй. Басқа бір айналадағы, жаңағы айналамыздағы дегенде ата-аналарымыз, олар да жақсы көзқараста, сестраларым, олар да комментарий жазып, нетіп, стористе белгілеп сөйтіп тұрады. Подружкаларым барлығы мақтап, былай ешқандай бір отрицательный әзірше көзқарас жоқ. Көзқарас болмайды деп ойлаймын, өйткені қазір біреудің істеп жатқан тірлігінен бір особо бір шаруасы жоқ қой қазір адамдардың. Әркім өзінің ұнаған ісімен айналысады, сондықтан ешқандай минус жоқ. Келесі сұрақ, 11-ші сұрақ. Дайын жұмыстарды не істейсіз? Өзіңіз қолданасыз ба, сатасыз ба, сыйлайсыз ба? Мен енді былай дайын жұмыстар дегенде тек қана бісмілләй сау бол. Бір просто так отырып тоқи салмаймын. Мысалы мен егер ондай уақытым да жоқ негізі, бір көп тоқып қойып, не істеймін деп отыратын да. Әзірше ондай уақыт, к сожалению, жоқ. Сондықтан мен тоқсам, сразу бір мақсатпен тоқимын. Яғни, мұны мен кием, маған осындай керек, осындай модельде, осындай цветте, осындай жіппен деп алып, бір мақсатты түрде бас аяғы бар, кәдімгідей солай тоқимын. Қазір шылайыншы. Ал бір тоқып қойып, не істесем болады, сатып жіберейін ба, сыйлап жіберейін ба деген әзірше мен ондай жоқ. Тоқыманы алғаш бастағанда қолымды үйрету үшін тоқып, сыйлап ондай болды әрине. Басында сыйлағандарым болды, бірақ қазір енді дәл бір сыйлай қоятындай тоқып жүретіндей уақытым өкінішке орай жоқ. Өзіме ғана тоқимын. Заказ болған кезде мен жаңа шала тоқыған сәбилерге тоқимын ғой. Жакет, жилетка, жаңағыдай носкимен, плетпен, енді оларды уже кәдімгідей арнайы целенаправленно заказға тоқимын. Ал бір андай болады ғой, тоқып қойып, қайда сатам бекен, или сыйлайын бекен деген ондай жоқ. Мақсатты түрде, міне осыны кием, маған осындай свитер хочу десем, онда соны тоқып, киіп, солай жүрем. Абай арнайы бос тұрған нәрсе әзірше жоқ. Мен болды кезінде комбинезондар сатып жүрдім. Ол енді чисто продажаға арнайы тоқылғандар болды. Оларды саттым барлығын. Сондай ғой. Өткенде жаңағыдай погремушкалар тоқып көрдім, бірақ оны бір қатты продвигать та еткен жоқпын. Жай тұрды, жаңа соңында өзім балаларым қазір кіші балам, кіші соңғы ұлым сол қолданып жүр. Ол енді чисто үйрену үшін. Өзім үйрену үшін, көру үшін. Сондай мақсатта болған еді. Кішкене шыдай тұршы. Так, келесі сұрақ. Тоқымаға қанша уақыт бөлесіз дейді. Мен тоқымаға негізі бір қатты көп уақыт өкінішке орай әзірше болмай жатыр. Шамамен күнде емес негізі. Күнде тоқыған жақсы еді. Соңғы кездері ғана міне күнде тоқып бастап жатырмын. Атак былай вообще болатын 2-3 ай тоқымай кететін кездерім, 3-4 ай тоқымай кететін кездерім болатын енді. Онда тоқымай алмаймын өкінішке орай. Былай мүмкін болса әрине бір түстен кейінгі бір уақыттар болады, кешкі уақыттар болады, арзап бір жарты сағат, 1 сағат отырып тоқу күшті. Бұрын негізі мен түнде де отырып тоқи беретінмін бар ғой. Екінші балам кішкентай кезінде түнде де отырып тоқи беретін кездерім болатын. Бірақ қазір именно түнде тоқи алмай мүлде шаршап кетем, мүлде ұйықтап қалам.
Әйтпесе сәл жас кезінде деп па түнде оқу мен үшін кайф болатын, өйткені балалар шуламайды, ешкім ештеңе сұрамайды, тыныштықта видео қосып қойып, тіпті видеода қоспаймын, тыныштықта өзім тоқып отыратын кездерді кейде сағынамын күштеп. Бірақ қазір сол тыныштықта тоқиын десем өзім шаршап барып ұйықтап қаламын. Солай болып жүр почему-то. Солай алдағы уақытта негізі көбірек тоқуға тырысқым келіп тұр. Өйткені YouTube каналды да сол үшін аштым да, чтобы біліп отыру үшін қандай болып жатыр, не болып жатыр. А так өзің тоқсаң, ол тоқымай қаласың негізінде. Жарайды, қазір. 13-ші сұрақ, тоқымаға идеяны қайдан аласыз дейді. Тоқымаға негізі идеяны әртүрлі жерден алуға болады. Мен Pinterest'тен аламын кейде, бірақ оны Pinterest'тегілерді тоже реализовать етіп әлі көрген жоқпын. Инстаграмдардан болады, шетелдік жаңағы инстаблогерлер бар, күшті заттар жасайтын. Мен де айтқандай жаңағы соңғы свитерімді мен даниялық мастер-класстан алдым. Күшті вообще мүлде. Мен әзірше бұл Қазақстаннан, Ресейден онды көрмеген. Сондықтан сол кісіден алдым. Былай өзім де кейде болады, ойдан шығара берем. Бірақ в основном Pinterest, Instagram, YouTube мастер-класстар, сол жерлерден аламын. Ұнайды қатты. Кейде болады, дүкендерге барған кезде моделін көресің, примерно, вау, күшті деп, соны ары қарай ойластырып кетесің деген сияқты. Әртүрлі жағдайлар бола береді. Келесі, мен тез айтып жатырмын, өйткені сәл балам мазасызданып кетті. 15-ші сұрақ, болашақта тоқыма жөнінде 14-ші сұрақ. 14-ші сұрақ, тоқыманың сіздің өміріңіздегі орны дейді. Тоқыма менің өмірімде негізі дәл өзімнің жеке өмірімде бір жақсы орындарды алады. Бірінші отбасы, өзім, отбасым, жанымдағылар, үйдің шаруасы, одан кейін вязание, тоқыма. Өйткені бұл менің жаңа жеке тұлға ретіндегі бір аз да болса дамуыма үлесін тигізеді. Айналамдағы адамдарға қарап, олармен общение жасап, осы тоқыма арқылы мен негізі көп адамдармен. Мен Инстаграмда керемет подписчигім әзірше жоқ, бірақ сол бар адамдардың ішінде жаңағы сөйлесіп, ақылдасып, бір орта шағын болса да орта қалыптастыруға сондай бір үлесі бар. Өзім жаңа видеоға шығып, социумна мүлде қол үзіп қалмауға көмектесетін сондай құрал мен үшін, және ең бастысы уайымшылдықты жояды, біреудің вниманиясын, или там болады ғой бір жаңағыдай стрессовый кезде болады әртүрлі. Сондай кездерде өзіңмен өзің отырып, жаңағы психолог сияқты ғой, көмектеседі адамға, тыныштандыруыңа, өз-өзіңмен сөйлесуіңе, ойыңды басқа жаққа бөлуге, бала шағадан кішкене болсын сәл-пәл ойыңды бөліп демалуға, өзіңнің бөлек адам екеніңді еске салады. Сондай бір жақсы несі бар, пайдасы бар. Сондықтан бұл маған өмірімде үлкен рөл алады. Жақсы, мен сондай өмірімде осы тоқыманың бар екеніне қуанам. Кітап оқу бар, жаңағы басқа да тірліктер, жұмыстар, хоббилар бар ғой, бірақ осы тоқымадай рахат әкеліп, результат көзге көрінетіндей болмағаннан кейін сол тоқыма негізі маған көбірек ұнайды. Келесі сұрақ, қазір маған блокнот берсеңші ма балам? Опа! Келесі сұрақ, 15-ші сұрақ, соңғы сұрақ. Болашақта тоқыма жөнінде жоспарларыңыз қандай дейді. Мен осы жоспарыммен бөлісетін болсам, қазір тоқымамен жоспарым десем, мен мына жақында YouTube канал аштым, 30 жасқа толдым, апрельдің 17-сі, 24-інде ма, 23-інде ма аштым. Ашқанда бұл болды ғой менде бұрын, бірақ соны ары қарай видео салдым деген сияқты. Әрі қарай тоқымаға байланысты лайв видеолар, блогтар, мастер-класстар, жаңағыдай дайын жұмыстарды көрсету, осындай сұрақ жауап, сондай нәрселер ұйымдастырғым келеді. Кімге тоқыма қызық, солармен сөйлескім келеді. Өйткені менің дәл осы прямой окружениямда тоқымаға қызығатын адамдар мүлде жоқ. Бір подружкам бар, Әсел, ол ойыншықтар тоқиды. Былай нағыз спицымен тоқып, тек бір жаңағы тоқымалық, ол да мысалы Әселде баламен отыр, кішкентай баламен отыр, көбінде шыға алмайды деген сияқты. Маған осындай бір онлайн общение кішкене жетіспейді, дәл осы хобби туралы айтатын. Сондықтан бір жағынан өзіме естелік ретінде жасап жатырмын.
YouTube канал ашып қойдым. Енді ары қарай сол үшін жұмыс жасағым келеді. Тоқыған заттарымды көрсетіп, тоқу процесстерімді көрсетіп, осы тоқу қызық адамдармен бөлісіп, олардан алып, олардың жұмыстарымен танысып, жалпы қазақ тілді YouTube каналды дамытуға сәл де болса 1% болса да үлес қосқым келеді. Маған негізі осы YouTube каналды жұмыс істеп жүрген қазақ блогерлер бар. Мысалы, мен өзім көретін Арай деген блогер бар, инстаграмда көремін. Арсейл деп тұрады инстаграмы. Сол кісіні қатты ұнатамын, мысалы. Былай да енді танысып жатырмын. Жалпы сондай жоспарларым блогерлікті тек YouTube каналды тоқыма жөнінде дамытуға негізі қызығушылығым бар. Обзорлар болуы мүмкін, жіпке байланысты обзорларды, сондайларды жасағым келеді. Олай болса, міне барлық сұрақтарға жауап бердік. Егер де сіз дәл осы сұрақтарға, қазір баланы алайыншы. Дәл осы сұрақтарға жаңағыдай басқа блогерлердің жауап бергенін, тоқыма ашық қыздардың жауап бергенін қаласаңыздар, онда осы видеоны жіберіп, сілтемесін жіберіп, оларды белгілеп кетіңіздер. Мен енді осы сұрақтарды жауап беруге тоқымадағы қыздарға, яғни бірнеше қызға жібергім келеді. Оның алғашқысы жаңағы айтқандай Арай ханым, Арай әпкеміз, бізден сәл жасы сәл 1-2 жасқа үлкен ау деймін. Сол Арай ханымға жібергім келеді. Осы сұрақтарға жауап беріп YouTube түсірсе, ол кісінің YouTube каналында көп оқырман бар, өзінің жаңағыдай тыңдаушылары, оқырмандары қалыптасқан өте үлкен канал. Сол кісіге марафон эстафета сияқты бергім келіп тұр. Әрі қарай комментарийда қыздарды белгілеп кетемін, описанияда немесе инстаграмдарына жіберемін. Егер кім жауап бергісі келсе, солар жауап беріп, сіздерге осы сұрақтарды, сіздерге қызықтырған сұрақтар болса, тағы да астына комментарийға жазсаңыздар болады. Кімнің жауабын естігіңіз келеді, оларды да белгілеп кетіңіздер. Оларға да осы видеоны жіберіңіздер, егер көріп тұрсаңыздар. Енді бұл каналдағы екінші ғана видео, сондықтан бұл көрінбей де қалуы мүмкін. Егер көріп жатсаңыздар, қандай да бір белгі беріп кетсеңіздер, қатты қуанатын едім. Сіздермен болғаныма рахмет. Осы қанша жарты сағат болған шығар, сол уақытты сіздермен өткізгеніме өте қатты қуаныштымын. Келесі видеоларда кездескенше.